Жендет. Ізінше Қарқаралыдан жеткен НКВД-ның қарулы жендеттері өкіметке қарсы шыққан бандыны қуып, жолай ауыл-ауылды тінтіп, елдің үрейін ала бастады. Қолға түспей кеткен көтеріліс басшысы Сәдуақасты қалайда ұстау, көзін жою. Сол үшін жендеттер жер жағдайына жетік, сенімді адам іздеуде. Мұндағы ел ішінен ондай жансыздың шықпайтынын сезген НКВД жендеттері өздеріне сенімді адамды енді сырттан іздеуге көшті. Көтерілісшілердің сағы сынып, олар туралы жағымсыз қауесет те айтыла бастаған кез. Әсіресе уық алып кеңес үкіметін құлатпақ болғандар, уық көтерілісі деп мысқылдаушылар да ара гідік бой көрсетуде. Қолға түскен көтерілісшілерден НКВД жендеттері жауап алып, жандарын қуырып, бүлікшілердің қайда жүрген білуге асық. Сәдуақас көпке дейін қолға түспей, туған өлкенің тау-тасын паналап алдырмады. Бірте-бірте аңдушы көбейіп, жақындарының өзі босқа күйіп кететін қауіп туды. Өріс тарылды. Соны сезген Сәдуақас енді бұл маңнан бір жолата кетуге бел буып, үй ішімен соңғы рет көрісіп қайтуды ойлаған. Сол күні ол ауылға түн ортасы ауа жасырынып келді. Қыстаудағы үйдің сыртқы есігінен кірмей, үйге шапсарлай салған мал қора жағынан өтіп, маңайды ұзақ торуылдады. Аңдушының жоғына көзі жеткен соң, мал қамайтын қораның ең түбінде шағын есік болушы еді. Содан үйдің сенегіне өтті. Киізбен қапталған ағаш есікті аздап тықырлатты. Іштен әйелінің дауысын естіп, белгі берді. Үйге кірген бетте Сәдуақас шам жақпай-ақ қой деді. Әйелі разиға сыңсып жылады. Тірі екенсің ғой, сен енді қайта көреміз бе деп, дыбысын шығармай өксіп жылады. Бұлардың даусын естіп төргі бөлмеден баласы Нұрмұхамед шығып, әкесін құшақтай алып, о да көз жасына ерік берген. Қой, сен күйзелме, сен азаматсың ғой, шешеңе, қалған бауырларыңа қара деп, Сәдуақас ұлының маңдайынан иіскеді. Алла тағала сендерге амандық берсін. Шамаларың келсе, бұл жақтан кетіп қалғандарың жөн. Арыстан бекпен ақылдасыңдар. Мен енді бөгелмейін. Бәріңе дұғай сәлем айтыңдар. Артық кемім болса, сендерге залалым тисе кешіріңдер, құлындарым. Сендерді бір Құдайға тапсырдым. Әруақ жар болсын деп, қатын баласымен қоштасып, үйден шығып кетті. Шұбартаудағы Көпбай бастаған көтерілістің де дабыры алысқа кеткенмен аянышты аяқталған еді. Мұз түспей көлдің үстімен өткен көтерілісшілер Алғазыдағы балық бекетін бетке алады. Көпбайдың өзі үлкен қара үлекке мініп алған. Ереуілшілердің бет әлпетін алдын ала біліп отырған бекет директоры Сиротин мен Рапиков жұмыскерлерден жасақ құрып, бүлікшілердің жолын жасырын тосты. Қолында сарауызы бар түйеге мінген Көпбай көп адамды бастап балық бекетіне жақындай бергенде, ысқырып атылған оқтан көтерілісшілер абдырап қалады. Сол екі арада Рапиков Көпбайды бірден қарауылға алып атып түсіреді. Қалғандары амалсыз кері шегінген. Келесі күні оларды Нүкемерген бастап тағы да бекетке атой салады. Бірақ қолдарында қаруы жоқ қара байыр ел. Қарулы топқа не істесін? Біразы оққа ұшады. Қолға түскен Нүкемерген Үштөбеде атылды. Шұбартаудағы толқуды басу үшін НКВД жендеті қаны пезер атанып кеткен Чутин деген арнайы келді. Құланның қасуына мылтықтың басу демекші, дәл осы кезде тоқырауын толқуы дүр ете түскен болатын. Жазалаушы жендеттерін ерткен Чутин
бірден Шұбартаулық Имақай деген аңшыны тауып алды. Сонымен сөз байласты. Сөйтіп, қолға түспей жүрген Сәдуақастың соңына от алып түскен еді. Жер жағдайына жетік, Сәдуақас та қуғыншылардың қайдан шығып, қайдан келгенін жіті бағамдаған. Қошқар тауының биігінен қарауыл қарап, төңіректі шолып алған ол, түс ауа 5 шоқыға келіп, сай табанын өрлеп, шоқының иығына таман жетті. Осы жерге аялдап, Жақыпбекті тоспақ. Атын сай табанына қалдырып, таудың иығынан жан-жаққа көз тастап, алыс жақынды шолды. 5 шоқының қусаққа қараған жазық беткейіне көз жіберді. Күдікті ештеңе байқалмаған соң, таудың күнгейіне жамбастай жатты. Неше күннен бергі ат соқты болған денесінің құрысқанын жазып, ойға батқан. Түнеу күнгі Қасен мырзаның сөзі тағы да ойына оралды. Алаштың ақылманы Әлекең, Әлихан Бөкейханов бұл қызыл өкіметпен тайталасудай тайталасты. Қарумен емес, ақылдың, білімнің күшімен еңсермек еді деді-ау. Иә, қызыл өкімет білімі асқаннан дес бермей тұрған жоқ. Заңсыз, зорлығы асқаннан деп топшылаған ол. Оған дау бар ма? Мәселе қазақтың басына түсіп тұрған қазіргі ахуал. Ел аштыққа ұрынар, бұдан кім құтқарар? Халықтың сөзін айтқаның несі қылмыс, несі күнә? Ғасырлар бойы ғұмыр кешіп келе жатқан қазақ баласы ата мекенінде аштыққа ұрынса, ол тіптен кешпейтін қасірет. Өткен күндер ойына түскен сайын әлде бір сағыныш сезімі жүрегін қарып түскендей болды. Ол кезде бойында сенім де, арман да, үміт те мол еді. Әсіресе Әлекең бастаған көшкелесіп, бізде бір етек жеңі бүтін ел болсақ деген асқақ үмітті үкілеген күндері ойына оралған сайын өзегін өкінішті сезім аяусыз тіліп өтеді. Атасы Жабай ақсақал тұңғыш немересі Сәдуақасты бауырына салып, қасынан тастамай ел ісіне ерте баулыды. Сәдуақас та аса алғыр, өжеттей өткір болып өсті. Амал не? Бәрі бұл ойлағандай болмады. Ұлықсыған орыстың законсыз зорлығы деп Абай айтпақшы, законсыз зорлықтың көкесі енді басталған секілді. Осылайша ол ой құшағына беріліп кеткен. Кенет тау балағынан әлде бір тосын дауыс құлағына келгендей болды. Дабырлап сөйлескен адамдар секілді. Сәдуақас басын көтеріп тың-тыңдай бастаған. Артынша ол қуғыншылардың із кесіп үстінен түскен білді. Дегенде жүрегі өрекпіді. Әйтсе де ол өзін сабырға шақырып, жаратқан Алла, бізге қуат бере көр деп сыйынып, ішінен дұғасын оқыды. Сай табанынан жоғары өрлеп келе жатқан жалғыз адам, жендеттерге жалданған Шұбартаулық аңшы Имақай еді. Сәдуақас оны ауыл жақтан жүрген жанашырлардың бірі ме, әйтеуір жендет емес, сонда бұл кім болды деп ойлаған. Келе жатқан адам жасы 40-тың ішіндегі өңін күн қаққан қапсағай денелі қара кісі. Қолында қаруы жоқ, қамшы ғана. Бір қолын көтеріп, төбенің балақ жағынан өрлеп келе жатты. Қолын көтергені қалай? Сәдуақас содан күдіктенді. Анық тани алмаған соң, сақтық жасап мылтығын кезенген қалпы, сен кімсің, қайдан жүрген жансың деп орнынан тұрып мылтық шіріппесін қайырды. Бұл мен ғой, Сәке, сізге айтатын бір хабар бар еді деп, әлгі Сәдуақасты сөзге айналдыра берген. Сол мезет тосынан гүрс етіп мылтық атылды. Ізінше бірнеше рет гүрс-гүрс атылған мылтық даусы таулы даланы елең еткізгендей болды. Сәдуақас тәлтіректеп кетті. Жанары бұлдырап, шалқалаған қалпы құлап бара жатты. Жендеттің алды жүгіре басып жеткенде ол әлі тірі еді. Анау заңғар көк, зеңгір аспан не деген мөлдір, көз жанары сол тұңғиыққа қадалып,
жарық жалғанның жүзіне соңғы рет назарын тіктеп қимылсыз қалды. Мұны көрген Чутин: аңшы, дұрыстап қара, мынау сол бандының басшысы Сәдуақас па? Әлде кешегідей басқа Сәдуақасты атып тастадық па? Қара, сол ма? Деді бұйыра сөйлеп. Командир, бұл сол жабайдың Сәдуақасы болу керек. Астында кертөбел ат, үстінде түлкі ішігі бар деген деді. Ей, ол дәлел болмайды. Атты кім мінбейді, ішік кімде жоқ. Онда білмедім, қандай дәлел керегін, деді Имақай. Бұл бандының басы болса, айғаққа соны алу керек, түсіндің бе, аңшы? Мә деп, қандауырынан мүйіз балдақты қанжарын аңшының қолына ұстата берді. Талай аң сойып әдістенген боларсың, енді бандыны сойып көрсет өнеріңді, деді. Жоқ, командир, осы жерде атып кетсең де енді оны істей алмаймын, деді Имақай азар безер болған. Оңбаған, атқымыз келсе сенен сұраймыз ба, деп Чутин мылтық шүртпесін қайыра бергенде екінші жендет: жолдас командир, ол бізге әлі керек қой. Оны атып тастасаңыз, қалған бандиттерді қолға түсіру қиын болады. Жердің жағдайын білмейміз, деді Чутиннің соңына ергендердің бірі. Онда өздерің жасаңдар, бізге бұлтартпайтын айғаққа бандының басы керек. Соны айтқан ол Сәдуақастың винтовкасын қолына алып, аударып төңкеріп қарап, ұңғысында оқ жоқ екенін білді. Жендеттер шаруаны бітіріп, батырдың басын қоржынға салып жатқанда, Имақай аңшы Сәдуақастың үстіндегі ішікті шешіп алып, енді беліндегі күмістелген кемер белдікке қарап тұрған. Осы сәтте төңірек тылсым тыныштыққа тұна қалғандай еді. Имақай ғана ентіге қозғалып, батырдың белдігіндегі кемер белдікті шеше алмай, ышқына ырсылдауда. Қазақтың жері тағы бір Сардар ұлының басын жауға алдырып, жаны түршігіп, дыбысы шықпай, үнсіз өксуде. Іргеде Желтау мен Шұбартау, әріде ақ сораң басы жоқ Баһадүр ұлының тұл кеудесін құшағына алып, күңіреніп жатты. Бес шоқының бауырындағы бетегелі жонда көк аспанды жамылып, есіл ер оққа ұшты. Өз айтқандай берілген жоқ, жауына қару кезенген қалпы, кіндік қаны тамған қасиетті атамекенде ұлы атасы Жабай би ен жайлаған кәрі қусақтың сілемінде жаумен жалаң қол айқасып, Құдайдан әділдік сұрап, шейіт болды. Батыр о дүниелік болғаннан кейін оның мәйітін алып жерлеуге тірі жанның жүрегі дау алмады. Себебі жендеттер бандыға кімнің бүйрегі бұрады деп қаза болғандардың мәйітін алғандарды аңдыды. Онсыз да көтеріліске қатысқандарды жансыздан біліп, артынан біртіндеп сотсыз атып тастап жүрді. Ашық аспан астында халқының қамын ойлап, ажалға тура барған Сәдуақас Баһадүрдің мәйіті сол жатқаннан апталап, айлап жатты. Ел жұрты боздақтардың сүйегін мұсылманша жер қойнына бере алмай, тұншыға жылап, жоқтауын іштерінен айтып, дұғасын үнсіз оқыды. Сәдуақастан соң оның жақтастары Жақыпбек те, Түсіпбек те, Ноғай Жақып, Байғазы да жендеттер қолынан оқ қашты. Көкіректерін кек кернеп, ер өлімнен шейіт кеткен арыстар есімін ел жұрты ұзақ жылдар бойы айта алмады. Әзірде салпан құлақтар естіп қояма, ол болмаса біреуге жақпай қаланба деген жосын жалтақтық сүйекке сіңді, ұрпақтан ұрпаққа ұласты. Ер түріктің оғланы Сәдуақас бастаған тоқырауын көтерілісі осылай жаншылды. Бірақ оның рухын ешкім өшіре алған жоқты. Кешегі Нарманбет би жерімізді орыс басып алды деп Құдайдан жер даулап еді. Біз Құдайдан теңдік сұрап шейіт болсақ, ол да қазақ үшін тындырған ұлы іс болар еді. Құдай куә, біздің ниетіміз ақ, тілегіміз мына жүндеген елге ара түсу деп әлі де
жұрт алдында саңқылдап тұрғандай. Жалғасы келесі бөлімде. Канал ұнаса лайк басып тіркеле отырыңыздар.